Present simple мен present continuous'ты қарастырып қойғанбыз. Оны көру үшін алдыңғы сабақтардың арасынан тауып ала аласыздар. Tenses деген past simple, past continuous, present simple, present continuous деген видео сабақ бар. Ал бүгін мен present perfect пен present perfect continuous'ты тағы бір түсіндіріп жібергім келеді. Өйткені алдыңғы жіберген видеолар, олар больше, дұрыс түсіндіруі, бірақ generalға жатады да. Мне надо, чтобы вы понимали УБТ форматындағы не талап қойылады, қандай сұрақтар келуі мүмкін, ол жағынан қандай теория сұралады деген сияқты. Бірақ сол видеоларды қарап, енді осы сабақты қарап жатсаңыздар, ол мүлдем күшті. Өйткені бірінші осыны бастасаңыз қиындау болуы мүмкін. Хотя, по сути, норм. Так, ал енді бастайық. So, present perfect. Present perfect деген сөзін естіген кезде, всегда ол сіздерде experience деген сөз еске келу керек. Experience. Experience деген не? Experience деген ол бізде тәжірибе. Өміріңізде бір рет болсын, бір жаққа барып қайтқаныңыз, бір нәрсе жеп көргеніңіз, или бірнеше рет бір фильмді қарағаныңыз, жай сол іс-әрекетті жасағаныңыз, ол бізде present perfect арқылы жасалатын сөйлемдер. То есть perfect деген сөз орысша айтқан кезде совершенное действие, то есть ол просто жасалғаны, галочка қойылғаны и все. То есть какой-то результат және experience. Сол екі сөз всегда сіздердің миыңызда жүру керек present perfectке ассоциация ретінде experience және result. Результат. Так, ал бастайық қолданыстарынан, потому что бізге именно осы теориясы керек, и мысалдарын қарастыратын боламыз. Одан бөлек, одан кейін мен сіздерге тапсырма жіберетін боламын. An action that happened at an unstated time. Unstated time дегеніміз не? Ол деген белгісіз уақыт. Stated time белгілі уақыт, unstated time белгісіз уақыт. Okay, in the past, the emphasis on the action. Emphasis, акцент именно action'да. То есть бізге уақыты керек емес, іс-әрекеттің жай ғана болғаны ғана керек. The time when it happened is unimportant or unknown. Yes. Мысалға, I have painted the bedroom. Kostya has visited London 3 times. Екі сөйлеміміз бар. Have painted бізде present perfect болып тұр. И уақыт байқайсыздар ма сол сөйлемде? Жерде нүкте. Әрине уақыты жоқ. Просто мен комнатамды боядым. Болды. Ал егер мен өткен шақпен бастайтын болсам сөйлемді I painted the bedroom деп ары қарай мен обязательно уақыт қосу керекпін. Сол үшін біздің ең басты айырмашылығымыз present perfect пен past simple'дың в том, что past simple бізден обязательно уақыт талап етеді, present perfect мүлдем уақытқа фокус қоймайды. Ол тек іс-әрекеттің өзін болғанына, жасалғанына фокус қояды. Сол ең басты айырмашылығы. Неге мен оны салыстырып жатырмын? Өйткені, мына жерде байқасаңыздар, in the past деп тұр. Бірақ ол бізде past емес, это больше именно связано с настоящим, поэтому оның атауы да present perfect, past perfect емес, Просто, ол өткен шақта бір какой-то іс-әрекет басталуы мүмкін, бірақ оның результаты осы уақытқа дейін актуальный болу керек. Допустим, Kostya has visited London 3 times. Kostya Лондонға 3 рет барып қайтты. 3 times, 5 times, times деген барлығында біріншіден сразу жаттап алыңыздар, то, что это present perfect жасалды ғана іс-әрекет, Ал Kostya has visited, ол бәлкім 2018-де бір барып қайтты, 2020-да бір барып қайтты, 2021-де бір барып қайтты. Ол өткен шақтағы болған іс-әрекеттер ғой, бірақ біз оны past simple мен емес, present perfect пен айтамыз. Өйткені ол біздің тәжірибеміз. То, что біз жай ғана іс-әрекетті бастадық. Костяны тыңдап жатқан адамға мүлде маңызды емес қашан барғаны. Егер оған маңызды болатын болса, олар қарай сұрақ бастайды өткен шақпен. Қашан бардың онда деп ше. И сол кезде Костя уже сөйлемді өткен шақта айта алады. Мен мысалы 2019-да, 2018-де барып қайттым деп. 2019-2018 деген нақты уақыт белгіленіп тұрса, біз ол кезде past simple қолданамыз. Ал бұл жағдайда просто барғаны ғана маңызды. То, что ол бүйтіп мақтанып айтып жатыр, мен Лондонда 3 рет болып қойдым деп. Сол кезде ол present perfect. Okay? Келесі қолданымыз. An action which started in the past and continues up to the present, especially with stative verbs дейді. Especially with these verbs. Допустим, Olga has lived in Paris for 12 months. Потому что біз кейбір етістерге ing қоспаймыз ғой. I've been having, I've been liking, I've been knowing деп айтпаймыз. Present continuous'та да knowing, liking, having деп айтпаймыз ғой. Needing деген сияқты. Біз ол жағдайда жай present simple қолданамыз. Дәл солай, present perfect continuous қолдана алмаған жағдайда біз present perfect қолдана саламыз. Continuous'ты қалай simple орнын басса, дәл солай perfect continuous'ты бізде present perfect басады.
Допустим, Olga has lived in Paris for 12 months. Мысалы, ол 12 ай бұрын бастады и тұрып келе жатыр, и уже период времени 12 ай болды. Период болған кезде всегда present perfect болады, достар. Всегда период болған кезде күрделі шақтар дегеніміз не? Ол perfect. Perfect simple болсын, perfect continuous болсын. Үш шақта да past, present, future, okay? Recently completed action. Recently деген сөз всегда миларыңызда болсын. Почему? Потому что это недавно законченные действия. Жақын арада біткен іс-әрекеттер, ол всегда бізде present perfect болады. Recently дегенге синоним lately. Мен сіздерге PDF файл жіберіп қойдым. То, что 12 шақтың барлығы қолданыстары, формуласы, мысалдары және маркер сөздері. Маркер сөздері толық болмауы мүмкін, потому что, в принципе, вот именно осы сөздер определяет деген сөздерді ғана жаздым ба, бірақ контекстпен неше түрлі сөздер, маркер сөздер кездесуі мүмкін деген сияқты. Lately. Recently completed action. Arina has finished her homework assignment. Просто закончила. То есть, неважно, когда она закончила, вчера, или бір апта бұрын, или 4 күн бұрын ба, или 5 минут бұрын ғана бітті ба, неважно, главное бітті, дедлайнға үлгерді, болды, все. Personal experience and changes. Personal experiences деген ол как раз таки жаңа мен айтқан experience. Louis has cut his hair. Он постриг волосы, все. То есть, неважно когда, неважно где, просто постриг. An action which happened within a specific time period, which is not over at the time of speaking. Короче, period деген сөзі ғана керек сіздерге бұл жерде. И осындай фразалармен жүреді екен. Today, this week, morning, evening, month, year. Осы шаққа байланысты болса болды. Допустим, they have organized 5 conferences this month. Осы ай бойына, осы айға уже 5 конференция істеп тастапты. То есть, период времени, это бізде в нашем случае this month деп тұр ғой, айдың басынан, айдың соңына дейін 5 конференция жасап тастаған. 5 конференция жасап тастаған, болды. То есть, әрқайсы қашан болғаны керек емес қой, просто жасалғаны ғана керек қой, сондықтан ол present perfect, достар, present perfect, түсінікті ма? Так. Мына жерде, she has been to Paris, и she has gone to Paris дейді. Been мен ганның айырмашылығы дейді. Так, мен оны былай түсіндірейін. По идее, өте оңай нәрсе. Так. Been десек, мен болдым. Ал gone десек, кеттім. Егер been, ол барады анау точкаға, және қайтып үлгереді. Ал егер gone болатын болса, ол тек барып үлгерді, қайтқаны бәлкім келеді, бәлкім келмейді. Айтады ғой, дайте мне билет в один конец. Все, с концами мен кеттім, Балиға, Мальдиваға қайтып оралмаймын. Сол үшін мынау белгісіз. Қайта ма, қайтпай ма. Мысалы, сіздің үйіңізге көршіңіз тақылдатып келеді. Мамаң қайда дейді, мамаң керек болып тұр. Егер сіз she has, я сокращаю тогда, she has gone to the market десе, ол базарға кетіп қалды. She's gone to the market. Значит, ол үйде бар ма? Үйде жоқ. She's gone десе, ол үйде жоқ. Ол кетіп қалды деп айтып жатыр. Ал егер папаңыз келеді да, кешке сұрайды. Мына продукттың бәрін қайда болған? Қайдан пайда болды деген сияқты. She's, my mother, то есть мамам, she's been to the market. Значит, ол базарға барып қайтты. Базарда болғандықтан осы продукттың бәрі пайда болды. Әйтпесе, ол продукты болмас еді. She's been to the market, значит, ол барды базарға, алатын алып қайтып келді. Ал егер ол үйінде жоқ болса, значит, ол базарға кетіп қалды. Окей? Так, жиі кездесетін нәрсе, соны тоже біліп жүріңіздер. Ну вот, she has been in Madrid for 5 years, то есть она уже в течение 5 лет там, she lives there. She has gone to Berlin, и ол, может, там, 2 аптаға Берлинге қыдыруға кеткен шығар, бірақ ол әлі келген жоқ. Маркер сөздері, for, since, already, always, just, ever, never, so far, наны жазбаппын, so far. Today, this week, months, how long. How long, по идее, бізге көмеше present perfectке жатады. Lately, recently, 100%. Still, иногда ing жалғанбайтын есіктермен біз present perfect қолданамыз. Бірақ,
still мен how long бізде көбінше present perfect continuous пен жүреді. Ал енді present perfect continuous қарайық. Мен мыналарды по идее сабақтың ішінде түсіндіргем, қалай қай жерде қолданатынын еске түсіріңіздер ма, болмаса тағы бір институттен өзіңіз self research жасап көріңіздер. Ол сіздерге даже пайдалырақ болады. Present perfect continuous. We use the present perfect continuous, ол бізде формуласы have been, verb, ing. To put emphasis on the duration of an action we started in the past and continues up to the present. Именно duration деген сөз сізде всегда perfect continuous'термен ассоциация болсын. Duration деген ол ұзақтық. Егер present perfect іс-әрекеттің жай ғана жасалғаны керек болса, уақыты керек емес болса, present perfect continuous қайттан уақыты керек емес, жай ғана жасалғаны, бірақ қоса отыра, оған бізде ұзақтығы керек. Именно ұзақтығы керек. Ұзақтығын қалай белгілейміз? Біз тайм маркерлармен белгілейміз. Мысалы, 2019-дан бері оқып келе жатырмын, бір ай болды оқып келе жатқаныма, немесе күні бойы оқып жатырмын. Сондай ұзақтықты көрсетіп тұрса, ол бізде 100% present perfect continuous. Допустим, Нұртас has been studying all day. Күні бойы. Осы күні бойы деген бізде маркер болып тұр как раз. For an action we started in the past and lasted for some time, it may be still continuing or has finished already with the result visible in the present. Yes. Бұл бізде уже как мен алдында түсіндіргендей reason result деген сияқты нәрсе ғой. Reason result. То есть результаты болуы мүмкін, немесе енді болады, бірақ сол reason'ды түсіндіретін бізде present perfect continuous. Допустим, Иван is an expert. Это результат. Он стал экспертом. Почему он стал экспертом? Because he has been working in the industry for years. И мына жерде белгісіз қашаннан бастаған, қашан бітеді, қашан пайда болды, оның бәрі керек емес. Жай ғана ұзақтығы керек. For years. For деген бойы екен білесіздер. Сол ұзақтықты көрсетіп тұр. Жылдар бойы. Даже қанша жыл екен белгісіз. Даже 10 жыл бойы десеңіз де, ол да бізде present perfect continuous болып қала береді. Неге эксперт болды? Не себепті? Потому что он был работал усердно все эти годы. Келесі, to express anger, irritation or annoyance. Present simple мен present continuous система, то, что present continuous да always жалғыз ғана жағдайда жұмыс жасайды деп, то, что это irritation, annoyance. Да, солай бізде мына жерде present perfect continuous жасау мүмкін. Допустим, someone has been using my PC without asking me. Кто-то пользовался моим компьютером без спроса. Почему бы не поставить present continuous? Present continuous – это как факт больше. Вот ты всегда осылай істейсің, меня это бесит. А present perfect continuous как используется для irritation? В том плане, то, что ол жақын арада біреу істеді, сіз көріп тұрсыз ол түрткенін, и сіз айтасыз. Біреу, оказывается, менің затын түртті. Менің інім, оказывается, менің кофтам киіп кетті. Менің мамам, оказывается, менің қағаздарымды лақтырып тастапты. То есть какой-то бір irritation, annoyance, раздражение жақын арада болған. Вот. Someone has been using. У вас есть доказательства в руке. А present continuous қалай қолданады? Когда конкретная ситуация дәл қазір болып жатқан, и немесе в большинстве случаев это андай именно факт. Вот менің інім всегда осылай сөйлейді. Вот менің досым всегда осылай кешіп келеді. Это меня все бесит, раздражает, деген сияқты контекст болған кезде. For repeated actions in the past, continuing up to the present. Repeated actions, то есть ұзақ бойы жалғасып келе жатқан, қайта-қайта болға беретін іс-әрекеттеріңіз. Мысалы, Нартай will win the competition. Ол жеңеді because he has been training for the event every day. Every day, вроде бы present simple. He trains for the event every day. Десек те болады, бірақ ол мағынаны толыққанды жеткізбейді да. Сол үшін де бізде осындай күрделі шарттар керек, чтобы іс-әрекеттің қашан, қай кезде, қалай болғанын, қаншалықты ұзақ болғанын түсіндіру үшін, дополнительная информация беру үшін созданы, яғни. Because he has been training. Осы уақыт бойы он каждый день тренировался, поэтому я думаю, что он выиграет 100%. Ал егер сіз present simpleмен жазатын болсаңыз, потому что he trains. Да, ол да келеді, бірақ сіз уже көрсетпейсіз то, что мына ұзақ бойы іс-әрекет созылыңқы болғанын. Просто сіз айтасыз, что как факт. Ну, тренируется.
қалай тренируется неизвестно. А мына жерде осы контекстпен понятно то, что он очень усердно каждый день тренируется. То есть немножко контекст өзгереді, басқаша болады. Соны байқасаңыздар, это будет прям легко вам различать шақтарды. Так, келесі бізде past simple, past continuous біз жасап қойғанбыз. Past perfect и past perfect continuous. Past perfect өте қысқа болып тұр. Оны тоже түсіндірген, по идее, 4 өткен шақтың барлығын. Да, қарай салсаңыздар болады. Видео сабақтан уақыт жаратпайық, я. Единственное, то, что я скажу, бізде past habits деген зат бар. И ол всегда бізде used to, would және past simple. To get used to немесе to be used to это уже не past habits, это просто басқа структура, оны мен өтемін сіздерге біраз уақыттан кейін. Future simple'ды бастайықшы. Future simple, простой шаг, will және verb one, я? Ол самый обычный, просто келер шақта болатын сәркеттер. Бірақ қолданыстарына дұрыстап мұқият қарайық, я? Decisions made at the moment of speaking. Вот это важно. Осы сіздерге ОБТ-да көп келеді. Қараңыздар. I'm hungry, so I'll make a snack. То есть сіз қазір түсіндіңіз, то, что сіз hungry екеніңіз. Неге жасамасқа? Давай мен сэндвич жасайын да жеп алайын деген сияқты. Сіз оны пландаған жоқсыз. Қазір бір 5 минут жатып тұрайын, потом уже сэндвич жасап жеп алайын. Ол уже басқа шақ болып кетеді, ол уже басқа структура болып кетеді. Ал сіз, ойбай, что-то мен қарным ашып кетті, давай мен сэндвич жасап жей салайын деген, ол именно future simple болады. Немесе далада кетіп баратасыз, кофейня көресіз, global кофе бар екен ана жерде, давай кофе іше салайық деп. Что-то я кофе хочу, давай возьму кофе деген сияқты. То есть на месте принятые решения. Вы их не планировали, то есть сразу сол сәтте шешім қабылдадыңыз, сол сізде future simple болады. Predictions деген не сөз? Predictions деген бізде болжам, келешекке деген. Мынандай болады ау, осылай болады ау деген. Бірақ ол бізде ойымыз ғана, немесе бір нәрсеге ғана ойымыз, немесе imagination, то есть воображение. Осындай текстермен жүреді. Think, believe, expect, I'm sure, I'm afraid, и probably, certainly, perhaps деген сөздермен. Мен кейбіреуін жазбадым ше. Мен мынаны жазбадым. Есіме түспеді ол. То есть сізде дәлел жоқ қолыңызда. Сіз тек өз ойыңыз бойынша айтып жатсыз. Осылай болады ау деп ше. Болжам. We will probably see Roman at the party tonight. Роман екен ғой. We will probably see Roman at the party tonight. Білмеймін, келетін сияқты. Келеді ау осы патиға. Көреміз ау осы романды патида деген контекстте бізде future simple қолданылады. Мысалға, мен ойлаймын, Айсезім деген қыз, ол всегда сабақты жақсы жасап оқып келеді. Ол, наверное, жақсы бала алатын шығар деп ойым бойынша, менде дәлел жоқ, то, что ол алдыңғы саттардан көп жинады, ол 100% осыны да көп жинайды деген дәлел жоқ. Мен тек білемін, то, что менің ойымша ол жақсы оқушы, және ол нормально жинау керек, жоғарғы балл жинау керек деген сияқты ойым ғана бар, дәлелім жоқ, мен future simple қолданамын. Promises, threats, warning, request, hopes and offers. Мұхаттыңызда переводтарын айтып жатырмын. Promises, уәде. Мысалға, бәріміз эйфорияның анау популярный сценасын білеміз ғой. Бассейнда Нейт, Мэдди и тағы біреулер. Мен қарамағам оны сериал, бірақ сол отрывога прям күшті мысалда. Звук там еще был такой. Maddie, I'll change, I'll grow, I'll be better. Please, when I go to college, move with me. I will take care of you. Что там еще? I want you, что там, carry my baby, что ли, бірдеңе дейді ғой. В общем, вот, уәде еткен, немесе уәдені алған, вот, сол promises бізде future. Мысалға, I promise that I will go on holiday next year. Я обещаю деген мысалы нәрселер болады. И всегда ол future simple мен ғана жүреді, хорошо? Threats — это угрозы. Мысалға, полицейский сіз тоқтатады, айтады. Егер сен маған құжатыңды бермесең, мен саған штраф жазамын. И егер деген сөйлемдермен көп кездеседі, ол нәрсе. If you don't give me your ID, I will... Бірақ ID-сіз штраф жазылмайды ғой, онда білмеймін. Или, допустим, мамаңыз айтады. Егер сен үй жұмысын бітірмесең, сен далаға шықпайсың.
If you don't finish your homework, you won't go out. Шықпайсың. You won't go out. Will not. Warnings, предупреждение. Егер сен тоқтамасаң, мен сені экзаменнен шығарып жіберемін деген сияқты. Request. Просьбы немесе требования. Мысалы, просьба. Will you please close the door? То есть, could you please close the door? Can you please close the door? Және will you please close the door? деген тоже жасайды. Hopes, ол прям буквально hopeпен жүреді. I hope деп. I hope that we will go on holiday next year. Деп айтсаңыз да тура сол болады. Offers, ол деген білесіздер. Ұмытып ғой. Предложение. Предложениеға қандай мысал келтірсем болады? Допустим, would you-дің орнына қолдануға болады. Will you eat some pizza? Немесе дағы мысалдар ойластырып көру керек екен. I don't know. Actions, events, and situations which will definitely happen in the future and which we cannot control. Да, то есть future'да болатын іс-әрекеттер, мен мынаны жазбадым, так что естеріңізде сақтап алыңыздар, немесе дәптерге көшіріп алыңыздар. Болашақта болатын іс-әрекеттер, бірақ біздің контролімізде емес. Irina's son will be 6 years old this month. Иринаның баласы алдыға толады. Толу, толмау біздің қолымызда емес қой. Сол үшін біз future қоямыз. Ал егер біздің қолымызда болғанда, нақты болатын іс-әрекеттер, ол to be going to деген структура болатын еді, как план. Но, ол біздің қолымызда емес, сондықтан біз future simple қоямыз. Will. Тағы қандай мысалдар болуы мүмкін? Next year will be 2026. Тоже will be деп қоямыз. Немесе it will snow in December. Это очевидный факт, ол біздің қолымызда емес, и по-любому ол нәрсе болады, поэтому it will snow in December. We use going to. To be going to, это I'm going to, she's going to, you are going to, we are going to. Немесе өткен шақта қолдансақ та болады. We were going to, мы собирались что-то сделать. I was going to, я собиралась что-то сделать. Ал егер қазірден бастап келешекке план құрып жатсақ, ол бізде I'm going to, you are going to, she, it is going to деген сияқты. For plans, intentions, and ambitions. Plans, кәдімгі план. То есть сіз ойластырып қойдыңыз, осыдан бір ай бұрын идея пайда болды, бір ай бойы ойластырдыңыз, пландадыңыз, и енді айтып жатсыз. Бүйтіп, вот мен осындай істейін деп жатырмын, мен машина алайын деп жатырмын, мен көшейін деп жатырмын басқа елге деген сияқты. Intentions ол біздің ниеттеріміз. По идее, ниеттеріміз ол бізде future simple да. И мына жерде ambitions. Тоже почти бәрі бір сөз ғой, план ретінде жазсаңыздар болды. Допустим, Laura is going to be a graphic designer when she finishes university. То есть она же не может рандомно вот так решить график дизайнер бола салам деп. Ол ойланады. Мынаны қалай қараймын, веб-дизайнер болайын ба, график дизайнер болайын ба, потом плюс-минусын қарайды, ойланады, бір апта ма, 5 минут па ойланса да, ол әйтеуір шешім қабылдауы, и нақты шешім қабылданды ма, болды. Это план, это to be going to. For actions that we have already decided to do in the near future. Екеуі почти бір нәрсе, просто тағы бір мысал. Баха is going to visit his friends in Almaty tomorrow. То есть он собирается, он хочет посетить. Он посетит, он навестит десек те қате емес аударсақ та. For predictions, based on predictions, болжам, естеріңізде болса, based on what we can see, то, что мы видим, what we know, то, что мы знаем по факту, especially when there is evidence. Именно дәлел болу керек. Айырмашылығы prediction здесь дәлел жоқ, мына жерде дәлел бар. It's very cold today. The pond is going to freeze tonight. Мынау біздің дәлеліміз, и мынау очевидный нәрсе, то есть болатын зат. То есть сегодня очень холодно, ниже 0. И 100% на лужайка, көлшік, мұз болып қатып қалады. The pond is going to freeze tonight. To'дан кейін бізде всегда verb 1. Так, мынау сөздер future simpleға да, future continuousқа да қолданылады. Future simple мен to be going to.
Future continuous работает как и present continuous, как и past continuous, только в будущем. For actions which will be in progress. То есть созылыңқы ұзақ әрекеттер келер шақта. Нақты уақытта айтатын бізде continuous'тар. Өткенде ол болса past, осыда болса ол present, и келер шақта ол future. This time, осы дәл осы уақытта, next week, бірақ келесі апта, we'll be swimming off the coast of Spain. Қазір біз Қазақстандамыз, бізде жаңбыр жауатыр, там погода холодная. Бірақ дәл осы уақытта елестетші емес, прям кәдімгі план. Дәл осы уақытта келесі аптада біз осылай шіркіп жүреміз, Испанияда жүзіп деп айтып жатқан кезде, это future, потому что next week, бірақ this time нақты уақыт болу керек, окей? For actions which will definitely happen in the future as a result of routine or arrangement. То есть present continuous қалай қолданды для future arrangement? Future continuous почти дәл солай қолдануға мүмкін. Mr. Байжанов will be having a meeting in Paris on Friday. Но разница в том, что present continuous и future continuous в том, что в этом қолданыста именно arrangement ретінде present continuous как план идет, future arrangement, келісім деген сияқты, ал future continuous это именно result of routine, то есть какой-то қайталанып келе жатқан іс-әрекеттердің результаты ретінде келер шақта осылай болады деп айтамыз ғой. Сол кезде, мысалы, мистер Баужанов сонша дайындалды митингқа, ол почти каждый митинг осылай почти каждый встречаға осылай дайындалады, немесе каждый ай сайын осылай барып жүретін Парижға, каждый жұма сайын баратын шығар ол. Ну, и в итоге, очевидный future план, Mr. Байжанов will be having a meeting in Paris on Friday. Future, мына жерде тағы біреу бар екен. When we ask politely about someone's plans for the near future. Вот это тоже очень важно. Кейде кездесіп қалады, былтыр кездесті сұрақтар ретінде. Просто мынау қандай шақта қолданады деп сұрау мүмкін. Will you be ordering anything else, sir? То есть жақын арада болатын іс-әрекеттерге пландарын сұраған кезде біреудің сіз вежливый формада present, future continuous'ты қолдансаңыз болады. Future perfect это will have плюс verb 3. Past participle это всегда verb 3. We use future perfect for actions that will have finished before another action, немесе before stated time in the future. They will have finished the project by 5 p.m. Ол бізде всегда осы сөздер, маркерлер. То есть олар бітіріп қояды сол уақытқа дейін. Мысалы, сіздерге ментор ағайыңыз, апайыңыз келеді да. Так, достар, жұмаға дейін біз осы проектті бітіру керекпіз дейді да. Осы проектті жасаңыздаршы дейді. Все, сіз айтасыз, без проблем, істеп қоямыз. Айтсаңыз болды деп ше. И сол кезде сіз басқа сыныпқа барып, или досыңызға айтып, бізге осыны бітіріп тастау керек. We will have finished this project by Friday. Потому что нам надо закончить, и мы закончим. Хорошо? Future perfect continuous дәл солай просто созылыңқы болу керек. И ол жерде by плюс for плюс since жүреді. То есть созылыңқы іс-әрекет болу керек. Допустим, by the end of November, Novemberның соңына дейін, I will have been living in Нұр-Сұлтан for 2 years. Сол уақытқа дейін, бір отрезыққа дейін, мысалы. Вот, now future, now present, now past. И сізде бір точка бар. Ол бізде November. Осы қазірден бастап, Novemberға дейін бізде уже 2 жыл өмір сүруіміз болады екен Нұр-Сұлтанда. Ол тоже период. 2 жыл бойына өмір сүріп жатыр екен біз Астанада. Поэтому ол бізде future perfect continuous. Созылыңқы болу керек именно. То, что долгое время длится. Так, кейбір нәрселер бар на жерде тоже. Future reference-тарға close'дар. Просто оқып шығыңыздар мына скринді, немесе былай түсіндіретін болсам. By the time, және осы сөздерден кейін, as soon as long as, by the time, when, whenever, once, мынау сөздің барлығынан кейін бізде present simple тұрады, достар. Present simple. Просто естеріңізде сақтаңыздар. Потому что біз айтпаймыз, by the time we will reach деп емес. By the time we reach, the shops will екінші жағында тұрады. Это как before, after қолдандық қой өткен шақта. Before I entered the house деп past simple voice, а келесі бізде past perfect болады. Before I had entered емес, дәл солай бұл жерде future мен деп. Так,
but not future forms of the words and expressions. Дәл сол зат мынау сөздерменде in case, unless, if, suppose, supposing. Это как егер деген сөздің переводы барлығы. Take an umbrella with you in case you need it. You will need it емес, you need it. Will need it емес, you need it, okay? Потому что in case, unless, if, suppose, supposingнан кейін бізде present simple немесе present perfect тұралады. Whenнан кейін қай жағдайда біз future қолданамыз? Біз whenнан кейін жалғыз жағдайда future қолданамыз. Ол сұрақ ретінде келген кезде. When will you be driving to Birmingham? Ал егер when болымды сөйлемнің ішінде ортасында тұратын болса, немесе просто болымды сөйлемде кездессе, одан кейін біз никогда future қолданбаймыз. Так, when сұрақ ретінде кездескен кезде біз future қолдана аламыз. Ал егер when болымды сөйлемде кездессе, біз present simple қолданамыз, хорошо? Потому что он работает как if. Ой, не выкатано. Как if работает. Conditional ретінде. If, whether тоже бізде кейде future simple мен қолданады. Бірақ белгілі бір сөздермен. Мынау сөздермен. Сомнение болған кезде. Uncertainty, білмегендікті. I don't know, білмеймін. I doubt, я сомневаюсь. I wonder, осындай ма екен деп. Я задумываюсь деген сөз. I'm not sure, я не уверена. Осы сөздерден кейін сіз future қоя аласыз. Мысалы, I wonder, потом мынаны қоясыз. If немесе whether my team will win the football cup. Я задумываюсь, выиграет ли моя команда футбол кап. Я не знаю. Выиграет ли, бола ма, келе ма деген жағдайда біз future қолдана аламыз. И ол бізде болымды сөйлем, соответственно. Мысалға, мен сіздерден сұраймын. Бүгін қымбат келе ма, келмей ма өзі деп. Сіздер айтасыздар, білмейміз, нақты емес, бізге ештеңе деген жоқ. Сол кезде I don't know, немесе біз білмейміз. We don't know if қымбат will come to the class. Хорошо?